Қайырлы күн. Қазір даяшылар келіп, сіздерін тапсырыс алады. Әзірше сусын ішесіздер ме? Жоқ, ештеңе керек емес. Басшылықтан біреуді шақыра аласың ба? Не болды? Маған шағымдануға келдің? Бізге кафенің иесі керек. Әлде бір мәселе болса, маған айта беріңіз. Мен шеше аламын. Ренжіме. Сен ештеңе шеше алмайсың. Кафе иесінің сіздермен сөйлесіп отыратын уақыты жоқ. Бұл кафені сатып алатын адамдарды күтіп отыр. Сәлеметсіздер ме? Келіп қалдыңыздар ма? Маған хабарласпадыңыздар ғой. Бірден осында келейік деп шештік. Өте дұрыс шешім. Ал енді мынау біздің негізгі зал. 100 адамға дейін сияды. Жиһаздар мен құрылғыларды қалдырасыз ба? Әрине бәрі де қалады. Сіз ойымдамаңыз, біз осы жылы жөндеу жұмыстарын жасадық. Дұрыс екен. Табысша қалай? Табыс та жаман емес. Айына 3 миллион теңгеге дейін түсіп тұрады. Сіз төлемді толығымен жасайсыз ба? Иә, толығымен жасаймыз. Қалайсың? Тым көңілсің ғой, не болды? Сен үшін қуанып тұрмын. Не, қызметім өсе ме екен? Солай сияқты. Қойшы. Не тұрыс? Сәлем. Қызметім өсетті ме, хабарым жоқ па? Түк білмегенде болмашы. Білмеймін шын мен. Сенің жаниян енді біздің жана бастық. Қалай? Өйткені оның отбасы біздің кафеміздің жаңа қожайындары. Бір түннің ішінде осы кафені сатып ала салды. Бір түнде? Мә, қыруар ақша тұратын кафені. Сұмдық екен. Сұмдық емес, шындық. Иә, шындық. Онда сен бірден жұмыстан шығарып жіберетін еді ғой. Жарайды, мен жұмысымды істейін. Және неге маған айтпаған? Суретші! Күтпеген кездесуді босайды. Сен де мені іздеп келдің бе? Мен? Сені менің аңқау қарындасымыз демесе? Бәсе, анам неге бұған жақтаса қалды деп ойласам? Сен маған жұмыс жасайсың ғой? Мен өзім үшін жұмыс істеймін. Мынау менің кафем. Сен маған жұмыс жасайсың. Барда су алып бер. Барда су алып бер! Әйтпесе қазір жұмыстан айырылып қаласың. Әлде Жанияның артына тығылып аман қалам деп ойлайсың. Барда су алып бер. Газдалған ба, газдалмаған ба? Газдалмаған. Газдалмаған су. Көзің көршінің емелетемін. Оны келсін. Сен жаныңды бірден айырам.
Бұл жерге қарап қалып түгім жоқ. Керек болса қазір-ақ кетем. Болды, қойшысы. Қойшы сен, жұмыстар толып тұр. Сәлем. Тыныштық па? Мұнда не болып жатыр? Мен орныма басқа адамды іздей бер. Түсінбедім. Сенен кек алу үшін күн көрсетпейді деп ойласам, онда қателесесің. Мұнда енді бәрібір бұрынғыдай болмайды. Жаңа адамдар, жаңа заң дегендей. Тоғжан, шынымды айтсам, мен ештеңені де өзгертпеймін. Бәрі бұрынғыдай қалады. Жоқ, олай болмайды. Ернар да сенің бауырымен жанжалдасып кетіп қалды жұмыстан. Түсінбедім. Жанмен бе? Иә. Солай деймін. Жақсы. Онымен өзім сөйлесем. Дәл қазір ол сені түсіне қоймас. Бұл сені алаңдатпай ақ қойсын. Менің шаруам. Айтпақшы. Сен басты жаңалықты білмейсің. Менің аяғым ауыр. Ернар екеумізде бала болады. Түсінбедім. Сендер сонда. Кешір, енді Ернарды ұмыта берсем болады. Балам, не болды? Неңді ұмыттың? Ештеңе, бүгін тазалық күні күні. Жұмыс жоқ. Осы неге ертерек айтып қоймайды екен? Айтқан ғой есімнен шығып кетті. Жақсы болды. Есесіне ұйқыңды қандырып алатын болдым. Өзім де әзер тұрып едім таңертең. Екеуміз бірге отырып тамақтанып алайық. Таңғыда асыңды да ішпей кеттің. Рахмет, тамақ ішпеймін, демалам. Жарайды, демала ғой онда. Дәретханада болдым, не болды? Басқа жұмыс таптым. Оны қайтесің, басқа жұмыс істедім, таптым, кеттім, болды. Солай шығар, тағы не білгің келеді? Қандай шындық? Қандай шындық? Сен өзіңе өлгенде шындық жоқ, ал басқадан шындықты қалайсың, иә? Ал онда неге кафені сатып алатынымды айтпадың? Сонда да маған алдын ала ескертуің керек еді, Жания. Ол да мүмкін. Сен неге Тоғжанға шүйліге бересің? Жан, Қарындасым, түріңе не болған? кафе керемет. Интерьер, жиһаз. Бірақ қызмет көрсету сапасы өте нашар. Соны реттеу керек. Қойш, рас па? Өзіңе жеке қызмет көрсетпеген үшін солай айтып тұрсың ба? Иә?
Сен әлгі жігітсің маған айт. Вип қонақ деген болады. Соны біліп жүрсің. Сен сонда өзіңді вип қонақпын деп санап тұрсың ба? Мен ғана емес. Біз вип қонақпыз. Бұл біздің отбасымыздың кафесі. Соны ұмытпа. Жан, өтінем олай қорықпашы мені. Қарындасым. Бұл кафе сенің ғана бизнесің емес. Саған ақшаны әкем берді ғой. Сондықтан бұл жерге мен қалаған кезімде келе аламын. Не үшін? Қалай не үшін? Тамақтану үшін. Таңғы ас, түскі ас, қаласаң кешкі ас. Ішетін тамағын қалтаңда. Ал сен оған араласпа. Өз қызметкерлеріне қарап ал. Жарай ма? Жарай. Сен де өз бұлықтарыңды басқа жерде жүргіз. Мұнда бақылау камералары бар, соны ұмытпа. Біреу көріп қоюы мүмкін, мысалы ата-анамыз. Ал сен айтпа. Сонда сен де тыныш, мен де тыныш. Ешқандай әңгіме жоқ. Жарай ма? Жарай ма? Жан, ол соңғы ескерту. Көш өтір. Ал мен олай құртпа. Жарай ма? Бұл жол апаты болған іс қой. Алло, бұл мен ғой. Мына қыз сол күйі келмей кетті ғой. Үйіне шақырту қағазын жіберіп бердіңдер? А? Түсінікті. Телефон номері бар ма? Тездетіп жібере қойшы маған. Я күтем. О жақта неге кеттіңіз? Ұжымда ауызбіршілік болмады. Оның үстіне әкімші қыз бен менеджердің арасында байланыс болды. Ал мен ондайды жақтырмаймын. Иә, шынымды айтсам, ондайда маған ұнамайды. Жақсы. Жеңдемеңіз тағы бір қарап шығайын, сосын сізге хабарласамыз. Иә, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәлем, қызым. Анашым? Жұмысқа адам қабылдап жатсың ба? Иә, басым қатып кетті. Не істерімді білмей отырмын. Не болып қалды? Ернар жұмыстан шығып кетті. Ренжісіп қалдыңдар ма? Жоқ. Мейрамхананы сатып алатындарыңды неге айтпадың деп ренжіді. Ал Тоғжан болса менімен бірге жұмыс істегісі келмейтін айтты. Әрине кеше ғана келген даяшы қыз. Аяқ асты мейрамхананың бастығы болып кетсе кім жақтырсын? Жарайды, қам жеме. Жұмыс істейтін адам табылар. Мәселе онда емес. Мен сені түсінем. Кәсіппен достық қарым-қатынасты араластыруға болмайды. Ернар әлі жас қой. Біраз уақыт бер. Түсінетін шығар. Бұл жерді сатып алғанда тұрған не бар? Соны түсінбеймін. Қызым, сен түсінші. Ол қарапайым даяшы. Сен кім? Қызым ау, сен жоқ дегенді білмей өскен адамсың ғой. Анашым, Жоқ, оны да басқа даяшыларды сынап отырғаным жоқ. Сен олардың табысына қарасаңшы. Алатына небәрі 100-ақ мың теңге. Ал сенің бір көйлегің қанша тұрады? 2 есе көп. сонда мәселенің бәрі ақшада ма? Жоқ енді. Мүмкін Ернар сенің жан дүниеңді түсінбеген шығар. Қазір анашым. Иә, тыңдап тұрмын.
түсінбедім. Сіздің дауысыңыз естілмей жатыр. Алло? Алло? Анашым? Тергеуші хабарласты. Иә, Дауысыңыз естілмей жатыр деп өтірік айта салдым. дұрыс айттың. Олар бәрібір тағы хабарласады ғой. Уайымдама қызым. Бұл мәселені әкең айтып, бірге шешеміз. Жетпеген өзі. Бәрі қабаттасып кетті. Анашым, бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс. Тамақ ішесің? Сендер және екеуің ренжісіп қалдыңдар ма? Не болды? Неге ренжістіңдер? Қалай айтсам екен? Біз жұмыс істеген кафе бар емес пе? Иә, Соның қожайындары бірден ауысып кетті. басқа біреулер сатып алып па? Иә. Жанияның отбасы сатып алды. Қалай? Оп-оңай. Біз дүкенге барып нан сатып аламыз ғой. Дәл солай барды да сатып ала салды. Жарайды. Ақшасы болған соң алған шығар. Онда тұрған не бар? Сіз ол кафенің құнын білсеңіз ғой, таң қалар едіңіз. Солай шығар. Бірақ олар ондайға таң қалмайды. Неге? Балам, және екеуің екі әлемсіңдер. Осыны түсін. Сені таңғалдырған дүние, ол үшін жай қарапайым нәрсе болып көрінуі мүмкін. Жарайды, солай ақ болсын. Бірақ енді ол маған ескерту керек еді ғой. Сол кафеге алып келген оны мен жұмысқа орналастырдым. Жарайды. Енді ол кафе алдым деп бүткіл әлемге жар салып айтпайтын шығар. Балам, ол мәселенің бір жағы ғана. Ал екінші жағы қандай? Ол сенің соншалықты ақша, үлкен байлық көрмегеніңді біледі. Сондықтан да сенің намысыңа тиіп кетпейін деп ойлайтын шығар. Жарайды. Сонда кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс? Балам, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, оны өзің шешесің. Тек есіңде болсын. Өзің көп ақша таппайынша, саған олардың жағдайын түсіну қиын болады. Тамағын іше ғой, суық болмасын. Сәлем, қызым. Келдің бе? Шынымды айтсам, келгім келмеген. Өз үйім, өлең төсегім деп бекер айтпаған шығар. Айтпақшы, Розаға сенің келгеніңді айтып, сүйікті тамақтарыңды әзірле дедім. Амансың ба? Сені қайтып келгенді көріп, қатты қуанып тұрмын. Анашың кафе жұмысына кірісіп кетті дейді. Иә, ақырындап үйреніп жатырмын. Ақшалай көмектескеніңіз үшін рахмет. Ақша берген мен емес, анаң. Қазір әр нәрсеге инвестиция жасап, ойланбастан ақша құртатын кез емес. Оның үстіне жағдайымыз да күннен күнге қиындап барады. Бақ өкілдері мен әрбір басқан ізімді аңдып отыр. Мен анама көмектесіңіз деп өтінген жоқпын. Қолымды қайтарма деген соң... Иә, ақшаны ал деген мен. Жарайды, жарайды. Болған нәрсе болды. Егер ісің жүріп, кәсібің өрге домаласа, сен үшін қуаныштым.
Айтпақшы, осы өліктің мұрагері қайда? бір жаққа кеткен сияқты ғой. Және қызым, сен екеуің де менің мұрагерімсіңдер. Қандай жағдай болмасын, екеуіңді де бірдей жақсы көрем. Саған тергеуші хабарласыпты ғой. Иә. Жауап алуға шақырды. Әзірге ол жаққа бармай-ақ қой. Неге? Сонда мен не істеуім керек? Мен адвокатпен хабарластым. Бұл мәселені өзі реттейді. Сондықтан да асықпа. О, барлығын жиналып қапсыңдар ғой. Мынау да келген бе? Кешіріңдер ме? Жан, Не жан? Айтпақшы. Сендер енді кәсіпкер екенсіңдер ғой. Иә, кәсіпкермін. Есесе сен сияқты ерігіп жүрген жоқпын, не суас? Кафе ашуды бизнес деп тұрсың ба? Ыдыс-аяғы лас, кір. Тамағы да сосын дәмсіз. Айтпақшы, ол жерде әлгі сүмелек суретші де жұмыс жасайды. Жан, дұрыстап сөйле. Ол адал жолмен нанын тауып жүр. Бір кісілер сияқты тайраңдап жүрген жоқ, ақмақ. Оны уақытында көреміз. Саған айтар ақылым, ақша деп жүріп, отбасыңды ұмытып кетіп жүрме. Жан, Не жан? артық кетіп барасың. Болған нәрсе болды. Ең бастысы, және үйге келді. Соң қолымыз керек. Көреміз қай уақытқа шығар екен. Бизнес бастау оңай ғой дейсің бе? Бір басыңмен кірсең, қайтып шығуың қиын болады. Иә, дұрыс айтасың. Бір баспен кірсең, шығуың қиын болады. Ол жазылмайтын дерт. қызым-ау, сен қандай бизнес жайлы айтып отырсың? Маңызды емес, анашым. Дұрыстап ішші, айтпақшы. Жақында мейрамхананың алдында біртүрлі жігіттер кішкентай пакетке ақша айырбастап отырғандарын көріп қалдым. Ол қандай пакет тағы? Қандай пакет болушы еді, әкешім? Есірткі. Сонда кафеде сатып отыр ма? Сұмырайды бар. Ол туралы полиция хабарласуымыз керек. Иә. Бір қызығын айтайын ба? Жігіттердің біреуі танысыма ұқсап кетті. Нақты кім екені есіме түспей отырғаны? Сонда сол жігітті танисың ба? Кім? Кім? Әзірге білмеймін. Бірақ бұл істі соңына дейін жеткізбей қоймайым. Рахмет. Тамағың өте дәмді. Балам-ау, тамағыңды тауыспадың ғой. Диетадан. Ас болсын. Кетші. Иә, тыңдап тұрмын. Тамақтан алшы. Ешкім келмеу. Иә. Номерін ауыстырсақ қайтеді. Нөмір ауыстырғаннан мәселе шешілмейді. Ал өз еркімен бармаса, полицейлер келіп, мәжбүрлі түрде алып кетеді. Сондықтан тергеушімен кездесуге барған дұрыс болады. Ал қаладан кетіп қалған десекші? Олай десек тек уақыт тұтамыз. Бірақ бәрібір баруына тура келеді. Сосын тағы қосымша мәселелер туындауы мүмкін. Онда ертең таңертең полиция учаскесіне кел. Тергеуші қызымен бірге кіресің. Жақсы. Қызыңызға не айту керек екенін түсіндіргеніңіз дұрыс болады. Сосын тергеушімен көбінесе менің сөйлескенім дұрыс. Оны өзім де түсініп тұрмын. Бірақ ол мен айтқаныма көнбеуі мүмкін. Өзің жанында болып, бәрін бақыла. Кестік пе? Жарайды. Сау бол. Және
Және қызым, адвокатмен сөйлестім. Ол ертең сенімен бірге барады. Қайда? Тергеушіге жалғыз бармайсың. Себебі артық нәрселерді айтып қою мүмкін. Шындықты айтып қояды деп қорқасыз ба? Қызым, және шындықтың түр-түрі болады. Ал біздің жағдайымызда шындық, ол біздің адам қаққанымыз. Көлікті тізгіндеген жан. Әлде полицияға айтатын басқа шындығыңыз бар ма? Егер сен олай істесең, бәріміздің басымыз дауға қалайын деп тұр. Әкешім, мен бір нәрсені түсінбеймін. Неге біз бір адам үшін қиналуымыз керек? Енді сен туған ағаңды түрмеге қамамақсың ба? Соны өтірігін жасырып шаршадым. Мен жай ғана тыныш өмір сүргім келеді. Қызым, тағы да есіңе түсір. Сенің айтып тұрған адамың туған ағаң. Ол түрмеге отырса, ананың жағдайы қалай болатын ойласаңшы. Әке, мен сізді жақсы көрем. Бірақ болған істі айтпайым деп уәде бере алмайым. Және Туй, ешқайда бармай-ақ қояйыншы. Сәлеметсіз бе? Неге келдің? Жәнемен сөйлесуім керек еді. Телефонмен сөйлесуге болмады ма? Қоңырау шалған, бірақ жауап берген жоқ. Қоңырауыңа жауап бермесе, демек сенімен сөйлескісі келмейді деген сөз. Енді оның менімен сөйлесуге құлқы болмаса, неге бетіме келіп айтпайды? Сен мені дұрыс түсін. Оның қазір әкесі мен ағасының арасындағы кикілжің толықтай шешілген жоқ. Оған енді сен қосылсаң, одан да кездеспей қойғаның дұрыс. Мен бір нәрсені түсіне алмаймын. Неге Жанияға өзіне шешім шығаруға еркін бермейсіздер? Шешім шығарған өзі. Өз еркімен үйге қайтып келді. Ешкім оны мәжбүрлеген жоқ. Ендеше неге сөйлестіруге кедергі болып тұрсыз? Аз уақыт бөлуін сұрамын. Ол шықпайынша мен ешқайда кетпеймін. Кешір. Қазір әкесі де, жанды үйде. Сенімен сөйлесіп тұрғаныңды көрсе, басым дауға қалады. Онсыз да соңғы кезде ұрыстан көз аша алмай жүрміз. Ең құрғанда телефонға жауап берсін деп айтыңызшы, өтініш. Сау бол. Балам, не іздеп жүрсің? Ештеңе. Скотчқа оралған қорапшаны көрмедіңіз бе? Жоқ. Андағы жерге жоламағаныма біраз болды. Роза алдым екен. Ол жерде біздің жеке заттарымыз жатады ғой. Теспеген болар. Оның ішінде не бар еді? Ішінде ме? Ештеңе. Жарайды. Кейін өзім тауып алармын. Заттарыңды жинадың ба? Иә. Әкең маған адвокатпен сөйлесін деді. Онымен бірге баруға неге қарсылық білдірдің? Туй, анашым, енді сіз бастамаңызшы. Қалай десем екен? Осының бәрі жан үшін десең, қателесесің. Жан сүттен ақ судан таза емес.
Бұл не? Сіз әлі ештеңе түсінбедіңіз бе? Бұл есірткі. Құдайыма, мұны қайдан алдың? Қоймадан тауып алдым. Кімдікі деп ойлайсыз? Жаңа іздеп жүрген осы екен ғой. Мен бұны өзіне барып ашық сөйлесем. Бұл бәлені ол қайдан алды? Анашым, керек емес. Мұныңыздан ештеңе шықпайды. Ол бәрін қойдым деп айтты емес пе? Ал әкең клиникаға бостан бос. Жан, мұны қолдану үшін емес, сату үшін алған. Не дейсің? Өткенде мейрамханада танысыма ұқсайтын біреуді көрдім деп айтып едім ғой. Иә. Сол Жан болатын. Әкемнің көзінше ештеңе айтып келмеді. Енді ол жай нашақор емес. Дилер. Сондықтан менің полицияға неге өтірік айтқым келмейтінін түсіндіңіз бе? Иә. Және сен әкең ештеңе айтпай-ақ қойшы. Мен Жанмен өзім сөйлесем. Анашым, былай істейік. Сіз әкеме де Жанға да ештеңе айтпаңыз. Ал мынаны мен бір жерге тығып қоямын. Бұл біздің оған құрған тұзағымыз болсын. Келістік пе? Келістік. Бәрі жақсы болады, алаңдамаңыз. Тыныш. Мұнда не істеп жүрсің? Саған хабарласқан болатын. Бірақ жауап бермедің. Жауап бермеді екен деп енді үйіме келуім керек пе? Сенімен сөйлесуім керек. Өткенде кафеге қатысты айтқаным үшін кешірім сұраймын. Артық кеттім. Болды, кешірім. Кетші бар. Не болды? Кет деп енді ғана келдім ғой. Қазір ата-анам дауысын естіп қоюы мүмкін. Маған бәрібір. Әкем осында екеніңді білсе, өлтіреді. Сен ештеңе айтпайынша ешқайда кетпе. Тоғжаннан сұра. Не? Тоғжан не қатысы бар? Ол саған мен туралы бірдеңе деді ма не? Біреу келе жатыр. Не деді саған? Тоғжан сенен аяғы ауыр. Не? Қайдағы аяғы ауыр? Біткен жер осы. Жерлер. Не деп тұрсың, түсінбедім. Есікті аш деймін. Және, аш! Және! Және, аш есікті! Ол қайда? Ернар осында ғой. Кімді айтып тұрсың? Ернар айтам. Қайдағын айтпаш? Қайда тықтың? Жан, бар бөлмеңе. Әлгі суретін жайтам. Естен адасқансың ба? Бар бөлмеңе. Осында жүр. Қайда? Қайда жасырдың? Бөлмеңе бар. Қайда тықтың деймін саған? Естен адастың ба? Не? Не айғайсың бұл? Не болып жатыр? Сендердің суретші күйеу болар. Осында. Қайдағы суретшіні айтып тұрсың, Жан? Мен де соны айтамын, апа. Түндің жарымында сенің ана қызың суретшімен біздің үйде кездесу жасап жүр. Ай, ақымақ! Түннің бұрғағында ол қайдан жүру мүмкін мұнда? Мен қайда білем? Жан. Өзіне сұра. Және? Қайда тықтың? Жан, не болды саған? Кәз тауына. Кәз тауына. Кәз. Қайда тықтың? Қайда тықтың? Айт. Айт. Жан. Не білем. Не істеп тұрсың? Кетші бар бөлмеңе. Әке! Жан! Не болды? Айт! Кім? Жан. Әке. Сен
Сен не айтып тұрғанын түсінесің өзің, қайта сен мына әдетің бассың ба? Кәке, менде бәрі дұрыс. Мен 100% сенімдімін. Ол осында болды. Кім осында, қай? Әлгі суретші. Ернар. Қайдағы суретші? Суретшіні айтып тұрмын. Жан, жетер! Қайда? Ай, ақмақ, бері қара. Сен ертең не клиникаға жатасың. Болмаса полицияға сен өзің апарып тапсырасың. Не сен апарсың? Жауын айт. Ақмақ! Жан, Мен бәрі айналайын. Мен осы неге сезіп тұрмын. Қайдағы суретші? Кімсің? Қайда ол? Кені? Жан, айналайын, қойшы. Ой, ақмақ! Жан, айналайын, Бірау қойшы. тағы да Мен бәрібір де тауылайын. Ол осы жердегі мен сезіп тұрмын. ауру! Жан, Ауру! Ой, оңбаған. жүріш береді. Оңбаған ауру. Мына сенікі ма? Я ішім пысқан кезде сатам. Жолдан тастай салшы, кетші бәрі. Осы да жеткілікті. Және, тыңдашы. Тоғжан саған мен туралы өтірік айтты. Онымен арамызда ештеңе болған емес, болмайды да. Жарайды. Мен қазір шығам. Жақсы. Қоңыр жалғанда жауап бер. Толық емес бүгін күндерім, тыныш емес бүгін түндерім, сенсіз өткен шағым бұл нені. Ауырса да сыздап жүрегім, орынар арман тілегім, бір уақытта барын білемін. Келеді бір уақыт, ағарыма сыйлап таңнан. Кешіп қалай бақыт, мен шықпаймын жаттан. Бірнеше тамақты ас мәзіріне қосайық. Сосын вип залға жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Шымылдықтарды ауыстырамыз. Айтпақшы, мұнда кім келіп, кім келіп жатқанын мен біліп отырайын. Келістік пе? Жақсы түсіндім. Бара бер. Қорапша қайда? Сен әлі ұйқыңда ашпағансың ба? Өтірік білмей қалмашы. Анамыз маған бәрін айтып қойды. Қорапша қайда? Ол менде емес. Оның осында екенін білем. Қайда жасырдың? Жан, қолымда ұрттың, мұнда адамдар бар. Сен барлығын қарап тұрасың ба? Жоғал! Қарындасым. Үйдің бәрін қарап шықтым, жоқ. Бөлменде де жоқ. Қайда жасырдың? Сен ол заттың қанша тұратынын білесің бе? Ол зат жоғалса, мен де, сен де, тіпті ата-анамызға да кесірі тиюі мүмкін. Өз бұлықтарың ата-анамызды араластырма. Қысқасы, сен қазір маған қорапшаны қайтарасың. Және, егер мен ол затты егесіне қайтармасам, олар мені өлтіруі мүмкін, түсінші. Мен бәрін түсініп тұрмын. Бірақ мен демес. Демек, сен кеше үйде болдың. Түсінікті. Әлгі суретші ғой, солай ма? Солай ма? Және, полиция келе жатыр. Бұны бұлай қалдырмаспын.
байға барамаспын. Жания Беренқызы, иә мен сізді шақыртуға келмегеніңіз үшін мәжбүрлі түрде бөлімшеге жеткізіп салуым қажет. Менімен бірге жүріңіз. жақсы. Сен осында бас көзім. Кешіріп келем. Яғни сол түн адамды қағып кеткен Талғат емес қой? Иә. Көлікте 3 адам болды. Ағам, оның досы Диас және... Түсінуімше, кімді қағып кеткендеріңді білген жоқсыңдар. Солай ма? Шынымды айтсам білген жоқпыз. Сол кезде біз көлікте ұрысып келе жатқанбыз. Маған оқиғаның нақты қалай болғанын айтып берші. Сосын адам қаққандарыңды қашан білдіңдер? Бақ өкілдері жариялай бастағанда білдім. Ал Талғаттың адам қағып кеткенін білген кезде полицияға келіп неге бірден шындықты айтпадың? Мен білмеймін. Әкем айтқан... Қысқасы, оны басқа іс бойынша қамауға алды деп ойладым. Демек жүргізуші басқа адамды қағып кетті деп ойладыңдар. Мен сізге айтып отырмын ғой. Бастапқыда не болған өзім де түсінбей қалдым. Ал Талғат аға... Жүргізуші осы іс бойынша жазалана бастағанын қашан білдің? Сіз мен шатастыру үшін бір сұрақты қайта-қайта түрлендіріп қойып тұрсыз ба? Егер сен тек қана шындықты айтатын болсаң, сұрақтан шатаспайсың. Түсіндің бе? Әр адамның өз шындығы бар. Менің түсінуімше, көліктің тізгінінде басқа адам болған. Яғни, ол сенің ағаң. Егер мен осыны дәлелдей алсам, Талғаттың орнында түрмеге отырады. Ал жүргізуші өтірік айтқан үшін сұралады. Сенің әкең осы істі жасырған үшін сотталады. Тоқтаңыз. Аспаңшы. Мен ғой асықпаймын. Ал сот сол үшін тек қана шындықты айтты. Жақсы. Егер көлік тізгінінде ағам болды десем, не дейсіз? Сонда қалай? Басқа адамға жала жапқым келіп отырмын? Жоқ. Бастапқыда көлікте 3 адам болдық дейсің. Енді көліктің тізгінінде ағам отырды дейсің. Мен ана жігіт туралы айтпай қояйын. Расымен де көлікте 3 адам болды. Үшінші мен. Көлікте 3 адам болды. Үшіншісі сен. Көліктің тізгінінде отырған сен. Демек, адамды қаққанда сен.